Баршаңызға сәлем. Бүгін біз гречка по-купечески пісіреміз. Ол үшін бізге көп ингредиент керек емес. Қазір барлығын айтып өтейін. Бізге кинза, сарымсақ, пияз, картоп және сәбіз керек. Сонымен қатар әрине бізге қара құмық жармасы, яғни гречка. Одан кейін бізге кез келген ет. Мен сиыр етін алдым. Сиыр етімен дәмдірек болады. Ең алдымен көкөністерімізді және етімізді кесіп аламыз. Алдымен етті кесеміз. Содан кейін көкөністерімізге көшеміз. Алдымен пиязды. Мен пиязды ұзынша етіп кестім. Егер сізге тамақтың ішінде пияздың көрінгенін қаламасаңыз, майдалап кессеңіз болады. Одан кейін сарымсақты жақсылап кесіп, алдымен етті, кейін сарымсақты, одан кейін пиязды жақсылап қуырып аламыз. Бірақ майдың қатты қызып тұрмағаны өте маңызды. Май қатты қызса, ол бізге зиянды заттар бөледі. Міне қатты қызартпай пиязды осы видеодағыдай етіп қуырамыз. Одан кейін сәбізді пісіріп, оның үстіне су құйып бұқтырамыз. Сәбіз бұқтырылып болғаннан кейін үстіне туралған картоптарымызды саламыз. Картопты да басқа көкөністермен бірге бұқтырып, оның үстіне су және де 1 шай қасық тұз саламыз. Енді гречкамызды бірнеше қайтара жуып, оны бұқтырылып жатқан көкөністердің үстіне саламыз. Мен 400 грамм гречка салдым, оның үстіне 800 грамм су құямын. Яғни, қанша гречка салсақ, оған 2 есе су құямыз. Пештің отын азайтып, 15-20 минут бұқтырамыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын. Оны тәрілкеге әдемілеп салып, жанына көкөністермен безендірсеңіз болады. Мен қияр және де қызанақ алдым, ал оның бетіне кинза қойдым. Сіз өзіңіз жақсы көретін көкөністер мен зелендерді салуыңызға болады. Дәл осы рецептпен жасаған гречка өте дәмді, әрі қатты майлы да емес, құрғақ та емес, орташа жақсы болып шықты. Сіз де жасап көріңіз. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Барлығыңызға ас болсын.